Ақтөбе қаласында бірнеше жас балаға қатысты сексуалдық зорлық жасады деп айыпталып, 10 жылға бас бостандығынан айырылған Әліби Өтепбергенге қарсы арыз жазған 7 ананың бірі студенттің кінәсіз екенін мәлімдеді. Бұл туралы әйел Евразия бірінші арнасындағы басты прайм бағдарламасында айтты. Студенттің ісіне арналған бағдарлама барысында баласын Ақбөбек Восток лагеріне жіберген ана хабарласты. Әлібидің ісіне байланысты арыз жазған 7 ата-ананың біреуі менмін. Жазықсыз баланы шырылдатып қоймай, өзіміздің ойымызды, адалдығымызды, адамгершілігімізді білдірейік. Баланы соттатпаудың амалын жасап, өзімнің пікірімді білдіргім келеді. Ең басында қателікке ұрынып, балдардың сөзіне сеніп, арызымызды жаздық, деді ана. Әйелдің айтуынша баласымен сөйлескенде психологиялық күйінен оның бір нәрсе жасырып жүргенін байқаған. Баламызбен әкесі екеуміз сөйлесе келе, мұндай жағдайдың болмағанын біліп, содан кейін обалына қалармыз деп арызымызды қайтарып алдық, деді әйел. Лагердегі тәрбиешісін айыптаған бала ата-анасымен сөйлескен кезінде өздері айтқан жағдайдың болмағанын мойындаған. Тіпті ол Әлібидің өте жақсы тәрбиеші екенін, балаларға жақсы қарағанын айтқан. Біздің душқа кірді дегенде, ана жерден, мына жерден ұстады дегенде бәрі жалған. Мұның бәрін ұйымдастырған сырттан келген, сары шашты ірілеу келген бала деп айтты. Олар өздері ұйымдастырған. Олардың біз Әліби ағайды соттатамыз, сұхбатта актер боламыз деген ата-аналардың чатында айтқаны бар. Соны көріп баламызбен сөйлесе келіп, біз осы жағдайды анықтадық, деді ана. Сонымен қатар ол жала жабылған Әлібидің сотталуына қарсы екенін атап өтті. Сотта да болдық, осының бәрін айттық, деп қорытындылады әйел.